Бұқар жырау қалқаманұлы қазақ хандығы құрылып, мемлекет іргесі бекігеннен бергі жыраулардың ең шоқтығы биігі көрнектісі. Тәуке ханның тұсындағы ықпалды билердің бірі болған Бұқар жырау қайсы бір замандарда да ел мүддесін қорғап сөйлеген. Әділетсіз өміршілермен тіл табыса алмай, тайталаста ғұмыр кешкен. Ол сөйтсе де халықтың мұңын мұңдап, жоғын жоқтаудан танбаған. Бірінші тілек тілеңіз, бір Аллаға жазбасқа. Екінші тілек тілеңіз, ер шұғыл пасық залымның тіліне еріп жазбасқа деп, жыр толғаулары ғасырлар асып, ұрпақ игілігіне жетті. Кітапханамыздың оқу залында Бұқар жырау Қалқаманұлының туғанына 355 жыл толуына орай өлең сөздің данасы атты кітап көрмесі құрылды. Кітап көрмесі Брайль қарпінде жарыққа шыққан Дархан даланың данасы атты әдістемелік библиографиялық құралы. Сондай-ақ Сарыарқа кітапханасы баспасымен жарық көрген Бұқар жырау энциклопедиясы. Кітап көрмесінде Бұқар жырау тағылымы атты кітабы. Кітап ұлттық жыраулық поэзияның айтулы тұлғасы, Бұқар жыраудың өмірі мен өнерпаздық болмысы, мемлекетшілдік сана мен рухани кемелдігін биіктететін толғаулар, көркемдік эстетикалық әлеміне қатысты әр жылдардағы жазылған әдеби сын мақалалар мен зерттеулер берілген. Бұқар жырауға арналған кітап көрмесі Бұқар жыраудың тарихи сыны, әдеби мақалалары, сонымен қатар өмірі мен шығармашылығы жайлы кең ақпарат береді. Қымбатты кітап сүйер қауым, сіздерді кітапханамызда құрылған кітап көрмесімен танысуға шақырамыз.